Жаңы салынған ушул үй сатылат тугандар. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Себеп жайгашкан жери дагы жакшы, үй өзү да сонун салыныптыр. Ички тарабындагы мебель, бытовый техника дагы баары жаңы. Алардын баары калат экен тугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Көргөнүңүздөргө өкүнбөйсүздөр. Тез кабар канал айтмакчы. Пай ох дей турган мына ушул үй экен тугандар. Элер номерин экранга жана описанияга калтырабыз тугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Бишкек шаарынын түштүк тарабы 5 күнгөйдө жайгашкан. Сиздер тугандар Южный магистраль 7-апрель көчөсүнүн кесилишинен бир аз өйдө карай келесиздер. Көкжар, андан кийин 5 күнгөй Торговый жана Центральный көчөнүн кесилишинен эле батышты карай жүрсөңүздөр сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгартагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Үйгө келгенче мондай жолдорго шебен төшөлгөн. Мына үйдүн туш тарабында сыртта дагы парковкасы бар. Конокторуңуз келип калса, башка болсо, короосу деле кенен 7 соток тугандар. Ички тарабында деле машина койгонго кенен жайы бар экен. Анан дагы бир жакшы жери бул тарапта мынакей жанында мондай дарыя. Абасы таза, сонун жерлердин бири тугандар. Көчө тараптан мынакей бийик дарбаза, калиткасы, домофон. Экинчи этаждан дагы, биринчи этаждан да сиздер үйдүн ички тарабынан ача аласыздар дарбазаны тугандар. Так, андан ары бул мынакей короосу. Алды тарабы мондай жашыл зонасы. Бул жака тротуарлар, машина койгонго жайы, мондай навестер тугандар. Бул жагында тапчан, очокана, банялар жана бул жерде 230 квадрат метр болгон чоң жаңы салынган үй тугандар. Стенасы 2 кирпич жана базалит менен утеплять этилген. Мынакей короосунда мынакей ушундай жашыл зоналар, мондай балатлар баары бар экен тугандар. Так, күзөтүү камералары. Кыскасы айтса сөз көп тугандар. Бул үйдү жалаң карап эле отурсаңыздар болот. Видеонун жүрүшүнө дагы өзүңүздөр карап байкасаңыздар болот. Өтө сонун. Быйылкы жылы 2024-жылы салынган ушундай сонун үй экен тугандар. Сиздерге азыр биринчи жолу ички тарабын көргөзөйүн. Документтери боюнча айтсак, бар документтери жайында, алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт тугандар. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги тугандар. Киргенде ушундай жайы, прихожка дейсизби? Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей ички тарап көрүп тургансыздардай ремонт тугандар, бийик эшиктер, эшик, мебель, техниканын баары тугандар импортный деп коебуз, же чет өлкөнүкү экен баары тугандар. Мынакей мондай таштардан жасалган эмелер, газовый индукционный плиталары. Так, ремонтун караңыздар тугандар. Ремонттагы сон ремонт экен, жана батыш тараптан чоң терезеси. Терезелерден тугандар үн, сырткы үн жакшы угулбайт экен. Могу короосуна чыксаңыздар, дарыянын үнү угулат. Ана ички тарапта дарыянын үнү сиздерге үйдүн ички тарабына угулбайт тугандар. Атайын ушундай сапаттуу терезе эшиктер орнотулуптур. Бул жакта мынакей дагы бир бөлмө. Чыгыш тараптан терезеси. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт, мебелдер. Так. Көрүп эле өзүңүздөр байкап бересиздер тугандар. Ашыкча мактабай эле коелу, Мынакей. Бул тарапта биринчи этаждын санузели, мынакей. Андан ары сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Тепкичтер дагы тугандар ошол жакшы баадагы тепкичтерден орнотуп калабыз дейт. Бул үйдүн экинчи этажы. Окей. Бул жакта бир спальный бөлмө. Батыш тарабынан терезеси. Бул спальный бөлмөнүн өзүнчө ванна душа жатканасы бар экен тугандар. Мынакей вентиляциялары, бул жагында гардероб окшойт тугандар. Мынакей кийим жинаган жайы. Да калган бөлмөлөр. Бул тараптан террасага чыксаңыздар болот. Бул жерден табият, тоолор, дарыя тарап короосу баары кенен көрүнөт экен тугандар. Андан ары бери карай кирсек,
Бұл жағы балдар бөлмесі ұқсайды, мен ойымша. Қалағандай бөлме болсаңыздар болады. Мынакей мындай мебельдер менен мебель, бытовой техникада көңіл бұрсаңыздар болады. Бары қалады туғандар. Мебелдің бары қалады екен. Жаңа салынған үй, ешкім қолданып элек. Мебель, бытовой техника бар. Бұл жақта дағы бір бөлме туғандар. Андан ары дағы емнем алматы, екінші этаждың мындай жатқанасы. Андан ары дағы емнем алматы. Сіздерге еме туғандар ол жақтағы соколь этажды, ноль этаж деп қойып біле, ошыл жағын көргөсейін. Отоплениялар, мына батареялар плюс теплый полдары дағы бар. Бұл мынакей соколь этаж. Бұл жаққа кинотеатр қылып қойсаңыздар же машыққанға зал қылып қойсаңыздар деле болғыдай көрінеді. Жана бұл жақта тағы бір мындай чоң бөлмесі. Андан ол жақта бір жаққанда бөлме бар екен. Андан ары мен қайырлы сатылушы үйдің қорғысындамын туғандар. Мынакей тепкіштер, ол фундамент тарауы ондай таштар менен жасалғанған. Тепкіштер дағы жарық болады екен туғандар кешінде. Мынакей заборлорға дағы, үйдің дуал тарауына дағы жарықтатқыштар орнатылған. Кечінде дағы үйіңіздің қорғасы жарық, сонун көрінеді туғандар. Андан ары бұл жағында тапчан, қатарынан наразына кірсеңіздер екі тарауы навес. Бұл жақта очоқанасы, барбекю, ол жерде сонун баня бар екен. Баняны ішкі трансферге бір сірә көргөсейін. Банясы. Газонды суғарғанға өзінше сусу. Ичкенге центральный таза су тартылып келінген туғандар. Септик, канализациядан су септикке құйылады. Андан ары 3 фазалы электр энергиясы дағы бар туғандар. Отопленияның котелы бұл жақта жайғашқан. Бұл жақ сыртқа жатқан отопление котелы бұл жағына жайғашып тұр. Отопленияның котелы. Бұл тарапта үйдің арты тарауынан, шығыш тарауынан көрініші жана. Бұл жақта күзету камералар орнатылған, биік заборы жана арты тарауында ондай арық дейіз бе, оток дейіз бе, су өткен жері дағы бар екен туғандар. Бұл үйдің басы $395 000 сұрап атыптыр. Ананда сөйлешу болады туғандар. Есін номері 0708 808 500 0708 808 500. Лайктан басыңыздар, жана ушундай үй издеген дос туғандар менен видеоны бөлүшүп кетиңиздер туғандар.